Қарағанды облысының Саран индустриялық аймағы өңірдің және еліміздің экономикасын дамытудың драйверіне айналды. Мұнда өнеркәсіпті дамыту қорының қолдауымен Қазтехно зауытында Ютонг брендінің жолаушылар автобустарын, карьерлік, құрылыс және арнайы жол техникасын өндіру жобасы іске асырылды. Зауыт жолаушылар көлігінің әлемдік өндірушісі Ютонг компаниясымен ынтымақтасады. Ал өнеркәсіпті дамыту қорының қаржыландыру бағдарламасы бойынша сатып алынған жоғары технологиялы жабдықтар өндірістің озық технологияларын пайдалануға және жоғары сапалы өнім шығаруға мүмкіндік береді. Зауытта техника өндірісі ірі тораптық және ұсақ тораптық құрастыру әдістерімен жүргізіледі. Бұл өндірістік қуаттылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жыл сайын 1500 бірлік жолаушылар автобустары және 1000 бірлік арнайы техника шығарылады. Кәсіпорын дәнекерлеу, бояу және құрастыру цехтарынан тұрады. Өндіріс құрамына қалалық, қалааралық, электр және газ автобустары, сондай-ақ карьерлік, құрылыс және жол техникасы кіреді. Қазтехно зауытында жолаушылар автобустары мен арнайы жол техникасын өндіру жобасы Қазақстан Республикасының индустриялық инновациялық дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іске асырылды. Жобаны іске асыру 644 жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. 2022 жылдан бастап зауытта 1800-ден астам техника өндірілді, ал өндірісті оқшаулау деңгейі 32%. Жаңа жұмыс орындарын құру, инфрақұрылымды дамыту, елдің барлық өңірлері бойынша көлік құралдары паркін жаңарту және жаңғырту, Қазақстан халқының экономикалық өсуіне және өмір сүру деңгейін арттыруға жәрдемдеседі. Қарағанды облысында жоғары технологиялық өндірісті құруға бағытталған ауқымды жоба, импортты алмастыруды ұйымдастырудың жарқын үлгісіне және елдің қоғамдық көлік желісін табысты жаңғыртудың көшбасшысына айналды.